Әйелдің көз жасы. Сол жылы Күлән бірінші курсты бітірді де Ералы оқуын аяқтады. Екеуі қосылып жаңа шаңырақ көтерілді. Келесі жылы дүниеге қыздары келді. Сәбидің қызығы ананы тойдырған ба, Күлән баладан бөлініп сабаққа баруды қойды. Оның үстіне Ералы әлі жассың ғой, кейінірек оқып алсаң да болар деген соң оқуды қойып, солардың күтімін ойлады. Әйелге баласы мен ерін күту міндет деп сезіну ғанибет қой. Бұдан кейін қуанышқа қуаныш ұласып, екінші нәресте ұл келді. Көңілде кемістік, бос кеңістік қалмағандай, па шіркін алаңсыз кездердің келісті күндер-ай. Бірақ таң атса күн батпастай мәре-сәре болып жүріп, шам жарығанын сезбей қалатынның секілді, Күлән да бейқам күндерінің қызығы байқатпай өте бергенін кеш ұғынды. Ералы әнші, араласар ортасы, дос-жарандары жеткілікті. Көп жиналған жер қашанда қызыққа толы. Той-думан, атақ та бедел де көңілді көпті етер дәрежеге жетіп қалған. Үйден ерте кетеді, кеш оралады. Ал бұлардың есігі келер-кетер кісіге қашанда айқара ашық. Күлән болса топ ортасындағы күйеуінің беделіне тән риза. Оның ерте жүрісіне де, кеш жүрісіне де мән беріп, мазалана қоймады. Ың-шыңсыз тірліктеріне көңілі тоқ. Бірақ таудай беделді, дәулеттей болып көтере алмаған соң не керек, Ералы ішуге салынды. Есіктен күле кіретін күйеуі енді күңірене келетінді шығарды. Күні бойы баламен байланып отыратын әйеліне пәледен басқа жабары, балағаттан басқа айтары қалмағандай тепсінеді. Күлән көзіне де, құлағына да сенбейтіндей, қой не болды сонша, қояр деген үмітте жүрді. Әйтеуір кешкісін күйеуінің қарасын аман-есен көргенін көңіліне медет тұтып, тірлігінен таяныш тауып, масайғаны айыққан. Әйтеуір кешкісін күйеуінің қарасын аман-есен көргенін көңіліне медет тұтып, тірлігінен таяныш тауып, масайғаны айыққанда арқасынан қағып аялайтынын көңіліне жұбаныш көрді. Өйткені әйел үшін ең қорлық, ең қорқынышты азап, таянары жоқ жалғыздық азабын тартқысы келмеді. Сондықтан күн санап өшіп бара жатқан күйеуінен шошынса да, оны ішуден айырар айласы біткенше шыдап бақты. Бірақ Ералы түзелуден кеткен еді. Апталап есікті ашудан қалып, далаға түнейтін болды. Көбіне жанашырларының бірі көшеде қалған жерінен сүйреп әкеп тастайды. Бітті, бір жола шеттен шықты. Оны ешбір сөзбен де, іспен де тоқтату мүмкін емес. Балаларымен байланып отырып қалған Күлән тіршілік қамы өзіне қарап қалғанын біліп жұмысқа шықты. Өмірінің мәні деп ұққан азаматты қимаудың қисынсыз екенін ұғып, оны ішкіштер емдейтін орынға тапсырды. Бірде қызы, апа мүмкін болса жұмыстан ертерек сұранып кел. Бүгін мен 8 жылдықты бітірем ғой, бірге тойлайықшы деп өтінді. Тойлауды ойлайтын дәрежеге жетіп қалдық ба деп түйсінген Күләнда ес қалмады. Қолында гүл алып ұшып келсе, қызының көзі бұлаудай болып ісіп кетіпті. Зәресі қалмаған әйел үйіп жүре берген бойын әзер икемдеп, не болды деп сұрады. Жай әшейін, ештеңе айтқысы келмей, қашыртқылай жауап қатты. Не, емтиханды тапсыра алмай қалдың ба? Күлән күйіне сұрады. Жоқ, тапсырдым. Бәрі жақсы, тек солқылдап қоя берді. Айтшы енді, неге айтпайсың, деді дікеңдеді бұл. Әкемді көрдім. Абайсызда біреу желкесіден қойып қалғандай жүрегі зырқ ете түссе де, Күлән сыр бермеді. Неге оған сонша жыладың, деді тынышталсын деп, онда не тұр дегендей немқұрайлау үнмен. Жоға, жыламағанда ше, құрбыларымның әкелері келіп құттықтап кеткенде, менің әкем үйге келе жатып жолдан өтейін деп тұрсам, қарсы бетте қол жайып қайыр сұрап тұр. Тоқтағанның орнына одан бетер еңіреді. Қой енді, басқа біреу шығар, саған солай көрінген болар, деді даусы қарлыққан Күлән. Есі кіргенде кеткен әкесін ешкіммен шатастырмай-ақ танығанына шүбә келтірмей тұрса да, көңілін аулап, басынан сипап. Жоқ, сол, қорланып кемігенді көріп, оған қолыңнан келер көмек жоқ, шарасыздығыңды сезінуден асқан бейшаралық бар дейсің бе? Ботадай боздап отырған қызына қарап, жаны кеміріліп
тұрған ана талай жылдан бері қатып қалған көңілінің босап бара жатқанын біліп, жылт ете түскен көз жасын кірпігімен көлегейлеп, артында тұрған орындыққа сылқ етіп отыра кетті де: «Қайт дейсің, қуанышқа келмедің бе?» деді жабырқау үнмен. «Дегенмен өмірдің де, көңілдің де тойына тоқтау жоқ болса керек». Кеміген көңілде толысуды тілеп, жайлы тұрмысты аңсайтын кез болды. Балалары ер жетіп қалғанымен, Күлән 30-дың ортасына енді ғана жеткен. Уақыт деген өткенді өзгертпегенімен, болмысты бір шама басқа қалыпқа түсіреді. Арада өткен жылдардан соң Күлән өзінен әлде бір ала көңіл пиғыл аңғарғандай болды. Бірақ ер жетіп қалған балалары есіне түседі де, қой әрі, ендігінің ауылы алыс шығар деген басалқыға бағына қояды. Сөйтіп жүрген күндердің бірінде бірге істейтін құрбысы қонаққа шақырды. Келсе, дастархан басында 5-6 кісі отыр. Жиналғандар қатарластар. Отырыс әзіл-оспақты, көңілді болды. Тіптен біраздан кейін бірін-бірі көптен білетіндей еркін сөйлесіп отырғандардың біреуі Күләннің әнші екенін бұрыннан еститінін айтып, ән салуын өтінді. Қалғандары да осыны күтіп отырғандай. «Ән салмаған отырыс па, әні жоқ жердің сәні жоқ» деп дуылдасып көтермелеп кетті. Көп жылдан бері ән айтуды ұмытқан Күлән қолқалауды тосырқағандай жүрексініп отырды да бозторғайды бастады. Кібіртіктеп басталған қара торғай бойы жазып шарықтай алмай, қанатын қалықсый қақты. Қаншама уақыттан бері жүрек қуысында бұйығып қалған қанаттар самғауды жатырқап, әзер желпінді. Адам сияқты ән табиғаттың жаратылысы. Бір кездегі табиғат аясындағы ғажайып сұлулықтан сорғалағай құйылған бозторғай бүгін бауырын еркін жаза алмай жабырқау ғана қалықтады. Сыңғырлай күлгенде бар әлемге нұр шашып кететін әйел шіркін мұңданғанда жүрек қылын дір-дір қағып бар тіршілікті бірге мұңайтқандай болады екен. Ән аяқталды. Көңіл тербеген үнмен келіншек жүзінде үзіліп түскен жалғыз тамшы лықсын барып төмен сорғалады. Үн-түнсіз тыңдап отырғандар жайсыз қозғалақтап қалысты. Бірақ ешкім ештеңе үн қатпады. Әнді де, әйелді де әрқайсысы өз жүрегінің безбенімен бағалады. Отырыстан Ерсайын мен Күлән бірге қайтты да, содан бастап жиі көрісіп тұратын болды. Ерсайын жетім, балалар үйінде өсіпті. Жастығынан әке-шеше мейірімінен ұғымы жоқ жігіттің ықыласы да кез келген адамға ауып тұрмағанға ұқсайды. Соның салдарынан ешкіммен бас қосып кете алмаған сияқты. Және де бұның үй болуына мән беріп жатқан ешкім болмағаннан кейін де жүре берген шығар. Жалғыз ағасы ертерек үй-жай болған. Екеуінің аралас-құраластығы да шамалы көрінеді. Міне осындай жалғыздыққа үйренсек болған жігіттің Күләнға ауған көңілі көлдей болып, үйленетінін ағасына айтып мақтанып та алады. Ағасы болса, балалы әйелмен базарлы ғұмыр кешпейтінін айтып, туысқандық ескерту жасады. Алғашында ол жөн сөзге сәл тоқталғандай болып еді, бірақ Күләнға деген адал ниеті жеңді ме, әйтеуір оның үйіне бір жола келді. Күләннің жетім көңілі жетісіп, тұнжыр күйі түрленіп шыға келді. Ерсайынның қалтарыссыз адал мінезі, қамқор көңілі, алдында үнемі қарыздардай сезініп, азаматтығын қолынан келгенше бағалауға тырысып бақты. Бар болмысымен бақытын тапқанына сенді. Ендігі жерде өмірінің қисыны дәл осылай қиюласа қалар деп ойламаған. Мөлтілдеген жанының мөлдір тұнығын тек соның жүрегіне құйып бергісі келді. Ерсайын да Күләннің осы қалыптан жазбауын қалайтындай: «Жарқырап жүрші, жабырқау кейпіңді көрмейін» дей береді. Тіпті солай жүруін қадағалап отыратын да сияқты. «Мына көйлек жалықтырған жоқ па? Неге жаңасын тіктірмейсің? Мынау бетіңе келмейді, басқасын ки» деп айтудан, маңдайынан иіскеп еркелетуден бір жаңылмайды. Күйеуінің осыншама ілтипатына ие әйелде ес қала ма? Шығарда жаны Ерсайынмен бірге. Бетін күнге тосқан гүл сияқты, соның ығында. Әттең не керек? Мәңгілік тұнып тұрар тұнық болмайтыны сияқты адам сезімінің бұзылуы да оңай екен. Бар пәле тағы да отбасынан шықты.
бәрі доп-дұрыс сияқты еді. Кейін ер жетіп қалған ұлға өгей әкесі ұнамайтын болды. Шешесінің оған деген ілтипатын ерсі көріп, оқыс мінез көрсете бастады. Ерсайын үлкендігін істеп, бір нәрсенің жөнін айтса, сіз емес қой бізді осы күнге дейін жетелеп келген, шаруаңыз болмасын деп арс ете қалады. Әрбірден кейін әр қылығымен Ерсайынның осы үйде басы артық адам екенін білдіргісі келіп, оның заттарын бөлектеп, осы ел ыңғайсыз жерге неге қояды деп лақтырып тастайтынды шығарды. Ерсайын: балам, мұның не? Менің заттарым сенікімен тұрса жарасады емес пе? Екеуміз де ер адамбыз ғой дейді. Жоқ, өзі келген кірмеге дұрыс жерден орын жоқ деп анау баж жете қалады. Ұлының асып бара жатқан қылығына Күлән қызы екеуі басу айтса, егер мен сендерге ұнамайтын болсам, бұл үйден кетем деп одан бетер бедірейеді. Әлі оңы мен солын білмейтін нойыс неме бір пәлеге ұшырап қалар деп бұл қылыққа Ерсайын да Күлән да қарсы келмей шыдап бақты. Бірақ күн сайын асқынып бара жатқан қиқылжың Ерсайынға әсер етпей қалмады. Бір кезде алдын ала ескертілгенімен сеніммен аттаған босағадағы босаңсыған тіршілік оның ұнжырғасын түсірді. Кешкілік үйге ішіңкіреп келуді шығарды. Әшейінде тыныш жүрген кісіге тырысатын ұлы енді мүлде шалқасынан түсті. Кетсін, ішкіш керек болса әкемді тауып әкелем, деп қиғылық салды. Бірде күндегідей кешкісін қоңырау шылдырлады. Жұмыстан бәрінен соң келетін Ерсайын болған соң есік ашуға Күлән ұмтыла беріп еді, ұлы бірінші жетті. Есіктен сәл қызулау Ерсайын көрінді. Кет деп арс ете түскен ол есікті сарт еткізді. Ас үйге қайта кіріп кеткен Күлән есікке қарай бір-ақ аттады. Жүгіріп шықса, Ерсайын кетіп бара жатыр. Булыққан әйел Ерсайын деп айқайлады. Ол тоқтады. Тұрған жерінде сәл кідірді де Күләнға қарсы жүрді. Бас салып құшақтай алған оны кеудесіне қысып, біраз тұрды да, Күлән деді қиналған үнмен. Сен кешір мені, ендігінің мәні жоқ. Мен де туған үй болмаған жанмын. Оның болуы маған бұйырмапты да, тек сен кешір мені, деді де бұрылып жүре берді. Жүрегі қақ айырылған Күлән үйіне әрең жылжып кетті де өлердей егілді. Бірақ Ерсайынды да ұлын да кінәлай алмады. Тек маңдайына жазылған қиын тағдырына ғана налыды. Кеудеден жан шықпаса, адам баласы бәріне көніп, қалқиып жүре береді. Ерсайын мүлдем кетті. Кейінірек үйленіп балалы болғанын естігенде Күлән қайтып оралмас па екен деп алаңдатар үміт сәулесінің өшкенін ұқты. Жат болып басқаға кеткенін қимаған. Сонда да шын жақсы көрген адамының ел болғанына іштей тілектестін. Тіптен оның орныққан кейпін көргісі келді. Бірақ әдейі іздеп бармаса, қайдан көре қойсын. Міне қызық, бір күні іштегі ұры тілек қабыл болып, көшеде кездесті. Сол кезде Ерсайынның қандай күй кешкенін кім білсін. Күләннің лүпіл қаққан жүрегі қуаныштан жарыла жасады. Қуанбағанда қайтсын, мұның кетуі баласына да, басқаға да солай болуға тиістідей ұмыт болып қала бергенімен, күн өткен сайын сағыныш сазына айналып, жүрегін сыздатпай жүре алмаған. Бұған етене жақын жанның аймалағаны, аялағаны, есіркегені, ескергені бақыт бақшасының төрінен орын ойып бергендей ғой. Енді оның аман есен жүргенін көргенде қалай қуанбасын. Күлән: балалар қалай? Деді кібіртіктеп. Онысы несі екен? Осы бір әйелдік бақыттан шеттеген жанды аяп, өзін кінәлі санады ма, әлде кетуіне себепкер болған солардың біреуі болған соң сұрағанына ыңғайсызданды ма? Бұл сұрақты күтпеген Күлән көзіне лықсып кеп қалған жасты тежеді. Рахмет, жақсы деді қылғынып барып. Содан соң: Ерсайын, үйге жүріп шай ішіп кетсейші, тақау жерде тұрамыз ғой. Менің қазір үйде жалғызбын, деді. Күлән мұндай өтініш айтайын деп ойламаған, бірақ оның қазір қоштасып кетіп қалатынынан зәресі ұшып, сәл уақытқа болса да қасында болғанын қалаған. Ерсайын қарсылық білдірмеді, еріп келді. Екеуі бұрынғысындай қатар отырып шай ішті.
күләнға да керегі осылай қатар отырған күндерін сәл сәтке болса да бастан кешіру еді. Араларында еш кірбің жоқ, бірін-бірі сағынысып әдейі іздеп келген жандардай әңгімелері де таусылар емес. Біраз жыл көріспегенімен Ерсайын Күләннің қызының тұрмысқа шыққанын, ұлының институтты орталап қалғанын хабардар екен. Тілеулес көңілі бұл жаққа құлақ түргізбей жүре алмаса керек. Екеуі әр нәрсені әңгімелеп ұзақ отырды. Әйел қашанда әйел ғой, дәл жанында отырған сүйіктісін құшақтамай тұра алмады. «Ерсайын», деді үздігіп, «мен сені сағынғаным-ай, жаным». Бір кезде өзі құлап түскен әйелдің сағынышты үнінен Ерсайын да балқып жүре берген тәрізді Күләнді бас салып құшақтап көтеріп алды. «Күләнім, жаным, мен де сені сағындым», деді аймалай беріп. Күлән сол сәтте Ерсайынның сағындым деген өлермен лебізінен басқа ештемені тілемеген де. Бірақ не керек, басынан дұрыс жанбаған бақыт шырағының енді жалындауы тек қас қағым сәттік болса керек. Ерсайын кетуге жиналды. Киініп жатып үстіндегі көйлегін мұқият иіскеледі. Оның мына қылығына жаншылап қиналған Күлән, «Қорықпа, мен иісмай жағынған жоқпын. Менен саған келер кесір жоқ», деді өкінішті үнмен. Еш жауап қатпаған Ерсайын мұны маңдайынан иіскеп шығып кетті. Ал Күлән өкініш жазы өзегін өртеп түссе де жыламады. Өзінің ендігі тірліктегі кембағал күйін ап-айқын ұқты. Тіптен бір кезде өзіне сонша құмар жан үшін де құнының жоқтығын түсініп, жаны жүдеп жабырқады.